алтын қазынам. Ұлттылықты қалыптастыру үшін бүгінде ұмтылып бара жатқан асықты заманауи үлгідегі балалардың бойына пайдалана білу, сіңіру және де қазақтың ұлттық құндылықтарын балалардың бойына қалыптастыру, ұлтжанды етіп тәрбиелеу, асықты ойнаудағы балаларды мергендікке, ептілікке, дәлділікке және де жаңа жеңісте қызығушылығын арттыру және де оны асықта санауды барлығын осы үйрету. Асық арқылы түстерді ажырата білу, асық арқылы санауды үйреніп сандарды есте сақтауын қалыптастыру. Алшы тұрды, тәйке тұрды. Шеше алады кім бұны? Дұрыс айтасыңдар. Бұның шешімі, жауабы жұмбақтың не екен? Асық екен. Асықтың ергенде шұңқығы табан жерге тиіп, суы екінші дәрежеменге ие. Жарайсың. Тек асықты ергенде шұңқыр табаны ойын кезінде үшінші дәрежеменге ие. Бұл асықтың ергенде дәнешаны үстіне қарап ет бетіне жатық түсуі бұл үшінші дәрежеменге ие. Жарайсың. Осы асықтың ергенде тез табан жерге тиіп тұлық түсуі бұл кезде оған бірінші дәрежеменге ие. Балалар, асықты дейді, біздің қазақ халқы жақсы, өте қастерлеген екен. Ол нәресте дүниеге келердің алдында балаға арнап асық жинаған. Егерде ол бала дүниеге келетін болса, мына бесігіміздің басына бөрінің асығын былай ілген екен. Баламыз батыр болсын, ер жүрек болсын деп бөрінің басығын іліпті. Ал егерде қыз бала дүниеге келетін болса, еліктің асығын іліпті. Балалар, біздің баламыз, қызымыз еліктей сұлу, сымбатты, көрікті болсын деп еліктің асығын іліп қойыпты. Балалар, білесіңдер, біздің қазақтың асық жайлы ұлттық ойындары өте көп екен, балалар. Ал енді біз асық туралы қандай мақалдар білеміз? Оңқай асықтай, күміс қасықтай. Жарайсың. Асық ойнаған азар, доп ойнаған тұзар. Жарайсың. Мансұр айтамын. Асық түссе сегенен қуаныс болатсың мен. Жарайсың. Асықты сен оңқадан, жазайсы оңқадан. Жарайсың. Ойнайды.